Егер мен басқа ғаламшарда болсам, жасым қаншада болар еді? Бүгін біз ғаламшарлар арасындағы уақыт қалай өтетінін және жердегі жасымыз басқа планетада қалай өзгеретінін зерттейтін боламыз. Қызық па? Онда бірге көрейік. Марсқа барғанда сіз ғаламшардың қызыл түсті беткейлерін көріп, оның атмосферасының жерге ұқсамайтынын байқайсыз. Бірақ уақыттан баяу өтуі сіздің жасқа әсер ететінін сезуіңіз мүмкін. Марс біздің ғаламшарымыздағы ең жақын орналасқан қызыл планета. Егер сіз жерде 30 жаста болсаңыз, Марсқа барғанда сіздің жасыңыз 30,6 жаста болады. Ал Марстағы күндер қысқалау, бірақ жылдары ұзақ. Осылайша уақыт Марсқа көшкенде басқаша өтетінін байқайсыз. Юпитердің алып мөлшерімен орасан зор гравитациясы уақытта қалай сезінетініңізге әсер етеді. Мұнда бір күннің өте қысқа болуы сізді таңғалдырады. Уақытты қалай бағалауға болатынын ойлануға мәжбүр етеді. Юпитердің бір күні тек 10 сағатқа созылады. Яғни жердегі бір күннен кейін Юпитерде тек жарты күн ғана өтіп кетеді. Бұл уақыттың ерекше ағысы сізді қалай таңғалдырады деп ойлайсыз? Егер сіз Юпитерде болсаңыз, уақыттың тез өтіп жатқанын сезінесіз. Шолпанның атмосферасы өте тығыз және температурасы өте жоғары. Бірақ уақыттың баяу өтуі сізге ғаламшардың ерекше тыныштығын сезіндіреді. Бұл жерде бір жыл өте ұзақ, ал бір күннің өзінде көптеген оқиғалар мен өзгерістер болуы мүмкін. Шолпандағы бір күн жердің 243 күніне тең. Бұл дегеніңіз, шолпанда бір ғана күн сіз жерде 8 ай өмір сүргендей боласыз. Егер сіз шолпанда өмір сүрсеңіз, уақыт өте баяу өтетінін сезініп, бір күн 100 жылдай өмір сүріп кеткендей болар едіңіз. Сатурнда бір жыл жердегі 29,5 жылды қамтиды. Егер жерде 50 жаста болсаңыз, Сатурнда 17 жаста болар едіңіз. Бұл планетада уақыттың өте баяу өтуі, оның керемет сақиналарына қарап, көңіл күйіңіз өзгертетіндей әсер етуі мүмкін.